Аягөз деген аядай бұлақ деседі. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді? Аягөз болып ғасырлар алға көшеді. Аякөз, ая, арулар елі кешегі деп, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлап өткендей, осы Аягөз ауданында орналасқан Дулат Бабатайұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде біз білім нәрімен сусындаудамыз. 1 жылдығын ойлаған халық бидай егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егеді, 1000 жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді деп айтылғандай, біздің мектептің оқушылары экологиялық тазарту жұмыстарын атқарды. Аягөз халқы осы тарихи бай өлкеде тұрып жатқанына міне 3 ғасырдай уақыт болды. Бүкіл Қазақстанға әйгілі тарихи ескерткіштер мен қасиетті орындар осы Аягөз ауданында орналасқан. Солардың бірі көне әрі танымал ескерткіштердің бірі Қозы-Көрпеш Баян Сұлу кесенесі. Бұл кесене 10-11 ғасырда қаланып, 13-14 ғасырда жырланып, 19 ғасырда қағаз бетіне түсірілген. Қазақтың лиро-эпостық жыры. Қос ғашықтың көзіндей болып келе жатқан мазар да бар. Мазар Аягөз өзенінің бойында орналасқан, биіктігі шамамен 12 метрге жуық, және мазар табаны 4 бұрышты таған тәріздес болып келеді. Жоғарылай сүйірленіп, күмбезделіп өрілген. Мазардың қабырғасы гранит, қалақ тас пен сабан араласқан балшықтан қаланған. Бұл кесене туралы былай дейді: суреті Аягөздің тасында тұр, қабірі екеуінің қасында тұр. Сонау тарихи көне заманнан келе жатқан бұл ескерткіш біздің байлығымыз, тарихымыз, ұрпақтан ұрпаққа қалған мұра. Біз осы челленджді Бесқарағай ауданына жолдаймыз.